Оны мектепте жүргенде балалар маймақ, маймақ деп айқайлап мазақтайтын еді. Бастапқыда намыстанып, қызараңдап жылайтын, кейін ит өліп кетті. Өзінің архаизмге айналып кеткен Тұрмағамбет деген атын ұмытып, маймақ дегендерге әу дейтінді шығарды. Осы менің ата-анамда қызық, елде жоқ шұбалыңқы шалдардың атын қойып деп ішінен ренжіді де қойды. Шынын айту керек, сабақты о бастан қарық қыла қоймады. Қанша тырысса да, қисық біткен бұтақтай болған жазуы жөнделмей-ақ қойды. Жоғары класқа барғанда химия, геометрия деген сабақтардан тіпті ми ашып кетті. Жастайынан жесір қалып, бала тумаған өмірге өкпелі класс жетекшісі Жаңылсын деген апай бұны көргенде кірпідей жеріліп, зәрін төгіп қалатын. Бұл барынша Жаңылсынның көзіне түспеуге тырысатын. Жалғыздықтан жапа шеккен қамкөңіл жан сабақ оқымай келіп басын салбыратып тұратын бұған миғұла, мигешше, жартыбас, топас деген сөздердің түрін айтып, жаны жай тауып қалатын. Сөздері ештеңе емес, қолындағы қызыл көзі бар жүзігімен басынан ұрғанда көзінен еріксіз жас шығып кететін. Үйдің үлкені маймақ ішерге тамақ, киерге киім табылмайтын кедей отбасында өмір сүрді. Жатар кезде қыңқылдап қарным ашты деп тамақ сұраған маймаққа анасы зәрін шашып, қарныңа қара пышақ кірсін дейтін тістеніп. Әкесі шіркін 2 күннің бірінде мас. Үйде құстың балапанындай болып шүпірлеп өсіп жатқан 5 баланың қамына аса баса ауырта бермейді. Маймақ ес білгелі, әкесінің өздеріне ақыл айтып, немесе еркелетіп, жұрттың әкелері сияқты қаладан базарлық әкелгенін көрген емес. Мас болған күні түпкі бөлмеден шықпай жатып алады да, ішпеген күні ауладағы сынық орындыққа отырып алып, асықпай баппен бұрқыратып темекі шегіп, алыс нүктеге қадалып отырып алады. Үйде күйіп пісіп, аузынан ақ ет кіріп, қарет шығып жататын қатынына бұрылып та қарамайды. Ештеңе естімеген меңіреу адамдай болып қалың ойға шомып отыратын әкесі бұл 7-ші класста оқып жүргенде аязда далада қалып қатып қалды. Әкесі өлгенде маймақ жыламады. Оны айтасың, үйде қой сойылып, сорпа ішіліп, бойына қан жүгіріп, көңіл күйі көтеріліп қалды. Ағайындары да мүсіркеді ме, қолына түскен тәтті жұмсақтарын әкеліп жүрді. Бала маймақтың басына жетім болсаң ел сені мүсіркейді екен ғой деген ой келді. Сүйретіліп мектепке әзер барып жүрген маймақты тіршілік тауқыметінен әбден шаршаған шешесі оқып профессор болмай-ақ қой деп оқуынан шығарып алды. Бұған маймақ қуанбаса қайғыра қойған жоқ. Сабақтан қалған соң шешесінің орнына жұмысқа шығып жүрді. Шешесі мектепте күзетші, алатын жалақысы жартусыз, өзінен кейін өсіп келе жатқан қарындастарының үстін бүтіндеуге жете бермейді. Анасы байғұс балаларын туарын туып алып, қалай асырарын білмей аласұрып жүргенде өк бауырына шалдығып, аурухана төсегінде жаз жатып, күз жатып қайтыс болды. Нағыз жетімдіктің не екенін маймақ енді түсінгендей болды. Бір-бірінен айнымайтын сүреңсіз күндер сүйретіліп өтіп жатты. Жылдар өткен соң қарындастары жұрттың қыздарындай оқимын, тоқимын деп бас ауыртпастан бірінен соң бірі байға тиіп, қаңыраған үйде бұл бір өзі қалды. Жаны ашыған ең кенже қарындасы бұған толтыр жетім Пәтіргүлді әкеліп қосты. Қарындасының жасарын жасап, асарын асап тастаған кексе қатындай, жалғыздық бір құдайға ғана жарасқан. Көршіміздің үйінде қызметші болып жалданып жүрген Пәтіргүлді көптен танимын. Бір қожалықты дөңгелетіп әкетеді деп тақылдағанда, шыбындаған аттай басын изей берген еді. Тойды дүрілдетіп өткізу қайда, шапалақпен бет қызартқан тойшық болды. Соқыратқа қотырат деді ішіне мырс етіп күліп. Обал не керек, Пәтіргүл үйдің отымен кіріп күлмен шықты. Маймақ тойына жұмыстастарын шақырмады. Жұмыстастар деп ауыз толтырып айтқанмен бар болғаны 3 адам. 4-еуі кезектесіп, өндірістік аймақта орналасқан дәу қойманы күзетеді. Өткенде қасындағы сәрсен жұмыста, «Ау, тойыңа шақырмағаның не? Қатының сонша сұлу ма еді? Немене күзетеді деп жүрсің бе?» деп ыржалақтап күлген болатын. Бұл жақтырмаған түр танытып, тырс етіп үндемей құтылды. «Ау, ең болмаса жумайсың ба?» деді сәрсен тықақтап. Содан соң күдер үзгенде қолын бір сілтеді. Осы жұрт қызық, қырып ақша тауып жүрген мұнайшы емес, жинап жүрген азғантай тиын тебенін қатын алды ма екен деп қалай шашып жібереді. Осы жүргенде үйінің жөндеу көрмегеніне 100 жыл болды. Жасы 30-дан асса да тақымына ит құс мініп жүрген темір тұлпар бұйырмады. Айлығы шайлығына жетпейді,
Осы жасқа келгенше жарқырап киініп көрмепті. Пәтерақы төлеген сайын жүйкесі жұқарып, кедейдің күні кіжінумен өтеді. Жарықты ерте сөндіріп, суды да сыздықтатып ағызып, той-томалақтан да бас тартып дегендей барынша үнемдеп жүр. Бірақ қалай үнемдесе де бүйірі шығып ақшасының көлікке жетер түрі көрінбейді. Кедейлік деген құбыжық көлеңкесі сияқты қыр соңынан қалмай еріп келеді. Адасатын емес. Жоқшылық Маймақтың жанын жегідей жеп, соңғы кезде сәл нәрсеге шарт ететінді шығарды. Базарда алып сатарлықпен айналысатын көршісіне қарап отырып, жарты жасы құрайтын болып жүр. Сабазың машинаны қолғап секілді ауыстырады. Тіпті күні кеше сорасы ағып жылап жүретін боқ мұрнына да көлік әперіп ішін күйдірді-ау. Ол күйдіргіде шетелдің даңғаза музыкасын бақыртып қойып, көлігімен әрлі-берлі зулайды да жүреді. Ең болмаса, жұрттың қатынындай сұлу болмаса да, қонақ ұрып ұрғашы тап болмады-ау деп, Маймақтың қатынына қараған сайын көңілі құлазитын шығарды. Үйленгеніне бірнеше жыл өтсе де, қатынына соқыр тиын ұстатып көрген жоқ. Ол бейшарада қатын болып ештеңе сұраған емес. Бұл тіпті оның жоқтан бар етіп, екеуіне уттап демнің арасында тамақ пісіре қоятынына таңғала қарайтын болды. Маймақ осы жасына дейін тамақ талап көрген емес, тойғанына мәз. Пәтіргүл үйдің ішіне жылан жалағандай етіп, жалтыратып тазалап қойды. Шәйнегі, құманы, қазаны дүкеннен қазір ғана сатып алғандай жалтырап тұрады. Неге екені қайдан, қатыны не істесе де Маймақтың көңілі жылай қоймады. Үйде күнұзаққа қарап отырғанша, базарға шықсам қайтеді деген сөзін де естімегендей аяқсыз қалдырды. Айлар ағып, жылдар жылжып өтіп жатты. Басқа күн таппағандай көршінің боқмұрны қыстың қақаған күнінде үйіне бір шүйке баста келіп, көршілер тойдың қамына кірісіп кетті. Өзінің баласы қатын алғандай Пәтіргүл көршінің үйіне көмектесуге кетіп, өмірінде бірінші рет үйге жай келген. Бай көршілерінен бұрыннан қыжылы бар Маймақ өшін қатынынан алып, жұқа көйлекпен өзіне үлке қараған Пәтіргүлді әбден тепкіледі. Оның ішек қарын ашам деп кешігіп қалдым деп өзін ақтамақшы болған сөздерін құлағына да ілмеді. Өзінің осы уақытқа дейін жармай жүргеніне Пәтіргүл кінәлідей болып көрініп кетті. Есін жиғанда келіншегі бір уыс болып бүрісіп қалыпты. Бір іс бітіргендей Маймақ қолымен маңдайының терін сүртіп жіберіп, төргі бөлмеге барып төсегіне қисая кетті. Таяққа жығылған Пәтіргүл азынаған ауыз үйде қала берді. Таңертең өзіне сүйретіліп шай берген Пәтіргүлге назар аударып қарамастан жұмысына кетті. Өзінікінің дұрыс еместігін сезсе де, қатынды ұрып тұру керек, олар таяқ жемесе құтырып кетеді деді өзіне іштей ақтап. Қыс бітіп көктем туғанда Пәтіргүл жөтеліп ауруханаға түсіп қалды. Қарындастары келіп, бұл қатын бала да тумады, ол аз болғандай ауруханаға барып шал жеп жатып алды. Басыңа тартсаң аяғыңа, аяғыңа тартсаң басыңа жетпей жүргенде оқсататын болды ғой деп сөйлеп кетті. Солардың сөздерінің әсері болды ма, бұл әйтеуір Пәтіргүлдің бар жоғын ұмытып кеткендей ауруханаға бас сұғуды қойды. Қатының қайтыс болды деген суық хабарды естігенде де азғантай ақшасының садақаға кететінін ойлап, іші қалтырап кетті. Бір күні аурухана еден сыпырушысы келіп, үйіне бір түйіншек әкеліп тастады. Пәтіргүлдің зат екенін сезе қойды. Болар болмас түйіншек қадірсіз адамның зат екенін білдіріп, бұрышта жатты да қойды. Бір күні Маймақ өртеп жіберейін деп түйіншекті қолына алып қоқысқа беттеді. Түйіншектің ішінен кішкентай блокнот сусып жерге түсті. Қызық үшін ішін ашқан. Мен оны аяймын. Мен оған бақыт сыйлай алмадым. Ол да туып бере алмадым. Жығылғанға жұдырық болып, оның үстіне ауырып қалдым. Енді көлік аламын деп жинап жүрген ақшасын құртатын болдым. Мен оның күліп бақытты болып жүру үшін жанымды да берер едім деген сөзін оқып, жүрегі аузына тығылды. Маржандай тізілген жазуды әрі қарай оқуға дәті шыдамады. Ес білгелі, адам баласынан жылы сөз естіп көрмеген Маймақтың жан дүниесі ышқынып, аударылып түсті. Көз алды буалдырланып, дыңқыл тартты. Жалғыздық жанын жабырқатып, өкініш өзегін өртеді. Тіпті жүрегі шаншып кеткендей болды. Сол түні Маймақтың ауыз үйінің жарығы біразға дейін өшпеді. Бәлкім Маймақ мына жалғанның құны 5 тиын екенін жан тәнімен сезген болар. Бәлкім ол өмірде адамға адамнан басқа ешкімнің керек емес екенін ұққан болар. Бәрі мүмкін ғой. Бибігүл Бөбекбай.